Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе мұғалім? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта барлығымызге сәлем тілейміз. Отыра қойыңыздар, барлықтарыңыз сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз балалар үй тапсырмасын қайталаудан бастайық. Үйге сіздерге мынандай сұрақтар берілді. Бірінші сұрақ: қандай қазақ әндерін білесіңдер? Кім айтады? Қандай қазақ әндерін білесіңдер? Үмітар? Ана туралы жыр. Ана туралы жыр. Жақсы. Келесі. Мади? Бесік жыры. Бесік жыры. Жақсы. Атамекен. Атамекен әнін білесің. Жақсы. Вика айта қойсын. Отаным. Отаным әні және тағы да кім біледі дейді? Мади? Вика? Наурыз. Наурыз әні. Отыра қойды. Ал балалар, онда келесі сұрақты көшейік. Екінші сұрақ: саған қандай ән ұнайды? Саған қандай ән ұнайды? Кім айтамын? Қандай ән ұнайды? Индира, саған қандай ән ұнайды? маған отаным ән ұнайды. Отаным ән ұнайды. Жақсы. Саған? Мади? Маған тұсаукесер ән ұнайды. Тұсаукесер кезінде айтатын ән ұнайды. Жақсы. Отыра қой. Ал Алимов Мади, саған қандай ән ұнайды? Мен наурыз Әнін жақсы. жақсы көремін. Отыра қой, жақсы көреді. Ал енді балалар, сендердің алдарыңда көк түсті қима қағаздар бар. Сол қима қағазға, міне мынандай көк түсті қима қағаздар барлықтарың алдарыңызда бар ма? Мына көк түсті қима қағазға сіздер қандай ән ұнайтынын жаза қойыңыздар. Жазып тақтаға маған ұнайтын қазақ әндері деген жерге әкеліп қояйық. Жаза қойыңдар. Жазамыз. Көк түсті қағазға саған қандай ән ұнайды? Вика, саған қандай ән ұнайды? Жаздың ба? Жоқ. Жақсы. Бірінші. Кәне. Үмкәр? Маған ана туралы жыр ән ұнайды. Ол жаза ойлай қой. Ана туралы ән ұнайды. Жақсы. Келесі тағы. Андрей? Қызыл ұрық. Қызыл өрік әні ұнайды. Жақсы. Мади? Атамекен. Атамекен әні ұнайды. Келі ол жақсы. Қандай жақсы әндерді білесіңдер? Келесі. Руслан? Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан әні жақсы. Вероника? Отаным әні жақсы. Келі ғой. Отаным әні ұнайды. Келесі сұрағымыз балалар: қазақ әншілерінен кімді сүйіп тыңдайсыңдар? Маған ұнайтын қазақ әншілері. Сендерге ұнайтын қазақ әншілері бар ма? Соны алдарыңызға қима қағазға жаза қойыңыздар. Жаза қойыңдар. Вика? Ескендір Хасанғалиев. Ескендір Хасанғалиев. Келе ғой. Индира? Мақпал Жүнісова. Мақпал Жүнісова. Жақсы. Келе ғой.
Леша саған кім ұнайды? Роза Рымбаева. Роза Рымбаева өте жақсы келе ғой. Алимов Мади саған ше? Нұрсұлтан Болат. Кім? Нұрсұлтан? Болат. Нұрсұлтан Болат қандай ән айтады? Кім біледі? Отаным жақсы. Келесі. Мади. Жазира Балайбекова өте жақсы. Жазира Балайбекова өте жақсы балалар. Сіздер қандай ән және қандай әншілерді айтып білдік. Ал мен сендерге сонымен қоса үйге қандай тапсырма беріп едім? Біз өткенде Жұлдызай байқауына қатысқанда қандай ән жаттадық? Отаным әні. Отаным әнін қайталадыңдар ма? Иә. Айтамыз ба? Иә. Онда айтып көрейік. Бастаймыз. Отаным қазақ елі, жалғызған тектілік қажып елі. Отаным қазақ жері, көркібас көрсатқан қажып жері. Тамаша, керемет. Онда балалар өздеріңізді бағалайды. Өте жақсы. Сіздер бүгін сабаққа өте жақсы дайындалып келесіздер. Онда бүгін оқулығымызды ашамыз, жаңа сабаққа көшеміз. Дәптерлеріңізді аша қойыңыздар, дәптерлеріңізді. Бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 5-і жаза қойыңдар. Сынып жұмысы. Сабақтың тақырыбы мен қазақ әндерін, маған қазақ әндері ұнайды. Жаза қойыңдар. Маған қазақ әндері ұнайды. Жазып болсаңыздар, сабақтың мақсатымен таныстырайық. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұраққа жауап беру. Бүгін балалар бұл мақсатқа жету үшін біз сабақ бойы әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Сонымен қоса, мен бүгін сендерге Мұхтар Әуезовтың сөзін эпиграф ретінде алып келдім. Мұнда қараңыздар. Әнге әуес, күйге құмар бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып келеді деген сөз бүгінгі сабағымыздың эпиграфы. Бұл сөз балалар дәптерлеріңізге көшіріп жаза қойыңдар. Әнге әуес, күйге құмар, бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып келеді. Мұхтар Әуезов. Жазып болсаңыздар, оқулығымызда ашамыз, 87-ші беттегі жаңа сөздермен танысайық. 87-ші беттегі жаңа сөздермен танысайық. Жаңа сөздер.
Менің соңымнан қайталап бірге айтамыз. Атамекен, ән, мұра, қошемет, осы уақытқа дейін, көңіл күй, сезім, ұнайды. Атамекен, ән, мұра, қошемет, осы уақытқа дейін, көңіл күй, сезім, ұнайды. Слово песня как переводится? Кім айтады қазақшасын? Ән, жақсы. Мұра. Леша айта қойшы. Наследие. Атамекен. Айта қойын. Родина. Көңіл күй. Мади. Сезім. Мади. Айта қойшы. Чувство. Правильно. Ұнайды. Руслан. Тимур. Нравится. Келесі. Осы уақытқа дейін. Сразу. До настоящего времени. Өте жақсы. Қошемет, Вероника. Аплодисмент. Сіздерге жаңа сөздерді. Сөздік дәптерлерімізді ашамыз. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жаза қойыңдар. Жаза қойыңдар. Сөздік дәптерлеріне жасап қойыңдар. Оқулықтарда шығарыңыз. Жаздыңдар ма? Жаза оқойма. Кім болса, оқулықта 88-ші бет 3-ші тапсырма машинасы. Болдыңыздар ма балалар? Неге істейміз жаңа сөздерді? Жаттаймыз. Неге жаңа сөздерді жаттап келеміз? Келесі аяқтасаңыздар 88-ші беттегі 3-ші тапсырма не істеу керек? Инкар оқи қойшы. Менің сүйікті әнім тақырыбына бойынша әңгіме құр. Менің сүйікті әнім тақырыбы бойынша әңгіме құр. Балалар, қазір сіздер ойланып, менің сүйікті әнім тақырыбына шағын әңгіме құра қойыңыздар. Жаза қойыңыздар. Менің сүйікті әнім. Орындаймыз.
Кім болды? Руслан? Оқи ғой. Менің сүйікті әнім Нұрлан Шуаковтың «Ырымдаудағы Алға Қазақстан». Бұл әнді Букет Бұл әнді отбасы жақсы көреді. бүкіл отбасын жақсы көреді дейді. Жақсы. Леша, сен сүйікті әнің қандай? Менің сүйікті әнім маған қазақ әндері ұнайды. Әнде ауыз, көркем, құмар, бала, жаңа. Түсіндірдің қандай әндер ұнайды саған? Леша көмектесіп жүргенде ешкім Леша сен отырып ойлама қой. Тағы да толықтырып жүр, толықтырып жүр. Оғанша Индира сен айта ғой, сенің әнің. Мен сүйікті әнім Атамекен. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жер туралы. Атамекен әні туған жер туралы жақсы. Мади. Менің сүйікті әнім «Бесік жыры». Оның авторы Жазира Байырбекова. Бұл әні өте әдемі. Жазира Байырбекованың орындауында деп айтады, дұрыс болады. Жазира Байырбекованың орындауында «Бесік жыры» әні саған ұнайды. «Бесік жыры» жақсы отыра ғой, жақсы. Келесі Ника. Менің сүйікті әнім «Ана туралы жыр». Оның авторы Шамшир Қалдаяқов. Өте жақсы, оның авторы Шамшир Қалдаяқов. Тағы да Мади Алимов, сенің сүйікті әнің қандай екен, айта қойшы. Мен оның әнді жақсы көремін. Отаным әні біз өткен әнді, оны кім орындады? Оны? Ол патриоттық ән. Менің патриоттық ән. Бұл ән Нұрсұлтан Болат орындайды. Нұрсұлтан Болат орындайды. Жақсы. Вика, сен? Менің сүйікті мен отаным ұнайды. Мен отаным әнін жақсы көремін. Отаным туған жерге арналған ән. Туған жерге арналған ән. Өте жақсы. Туған жерге арналған ән. Барлықтарыңыз сүйікті әндеріңіз бар, иә? Ал менің де балалар сүйікті әнім бар. Менің сүйікті әнім Іңкәрдікі дейді. Ана туралы жыр. Мен ол әнді өте жақсы көріп. Сондықтан әр адамның өнер сүйгіш баланың, үлкен адам болсын, иә, әрбірінің өз сүйікті әні болады. Бүгін біз сол тақырыпты жалғастырамыз. Өте жақсы жауаптарыңыз. Ал енді бір-бірлерімізді бағалайық. Тапсырманы қалай ойындады? Жарайсыңдар, өте жақсы. Келесі балалар. Сүйікті әндерді білсе, онда біз сіздермен 88-ші беттегі 4-ші тапсырма мәтінді тыңда, оқып, түсінгеніңді баянда. Мәтінді. Қазір мен бірге сіздерге оқиын, содан кейін сендер маған оқып бересіңдер. Жақсы ма? Мұқият тыңдаңдар. Ән халық мұрасы. Ән өнер. Ән адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әнді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен Атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған ән. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық артисі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Әннің сөзін ақын Қадыр Мырза әлі жазған. Атамекен әні халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезге дейін бұл әнді бәрі айтады.
Атамекен Қазақстан халқы сүйіп тыңдайтын ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ атамекеніміз. Ал сен атамекен әнін білесің бе? Кел қосылып айтайық. Мәтін сіздерге түсінікті ме? Ол өте жақсы. Онда тағы бір рет мәтінді бізге түсінікті болады. Есте қалатындай болып, тағы бір рет оқимыз. Кім оқимын дейді? Эльмира, кәне бастайық. En халықтың мұрасы, ән өнер. Ән адамның өнер қуашына сезер. Менің ұлтым орыс, маған қазақ әнде ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Менде анаммен қосылып ән айтамын. Ал айтамын, жақсы. Вероника. Мен атамекен әнін жақсы көремін. Ол атамекен ән әзімге туған жерге арналған. Ән мен 1907 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық артисі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Жақсы. Келесі Индира. Атамекен туған жерге арналған. Бұл Ескендір Хасанғалиев. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Аның сөзін ақын Қадыр Мырза Әли жазған. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. Бірге айтады. Индира, таптың ба сен оқуға жалғастырып жүр? 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезде дейін бұл әнді бәрі айтады. Келесі Іңкәр. Атамекен Қазақстан халқы сөйлеп тыңдайды ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ атамекеніміз. Сен атамекен әнін білесің бе? Кел қосып айтайық. Кел қосылып айтайық. Атамекен қандай ән дейді? Бұл патриоттық ән. Патриоттық ән. Ән дегеніміз не? Ән дегеніміз бұл халықтың мұрасы, ән деген өнер. Дұрыс. Ал енді балалар, түсінгендеріміз бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Мәтін не туралы? Айта ғой, Мади. Мәтін ән туралы. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі екінші сұрақ. Мәтінде қандай ән туралы айтылған? Индира. Мәтінде Атамекен ән туралы айтылған. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Атамекен ән туралы айтылған. Бұл әнді кім орындайды? Іңкәр. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев орындайды. Балалар, дұрыс келісесіздер ме? Ән қай жылы шықты? Ән қай жылы шықты? Қай жылы? Мади? Тұрарбек. Ән 1970 жылы шыққан. Өте жақсы, 70 жылы шыққан. Келесі сұрақ. Әннің сөзін жазған кім? Сөзін жазған кім? Вика? Аның Мырза Әли жазған. Дұрыс. Әннің сөзін Қадыр Мырза Әли жазған. Дұрыс. Келесі. Ән алғашқы рет қай қалада орындалды? Индира? Әнді алғашқы рет Швеция қалада орындалды. Швецияда қандай қалада? Стокгольм қаласында орындалды. Ал балалар, сендер бұл әнді білесіңдер ме? Естідіңдер ме? Бүгін сабақта кім? Іңкәр, сен айттың, иә? Мен Атамекен әнін білем, патриоттық әнді, иә? Сендер бұл әнді естідіңдер. Әрине, Атамекен әнін әрбір бала, әрбір үлкен азамат біледі.
Өйткені бұл әнді орындағанда адамдар орнынан тұрып, айтады екен. Әсіресе биыл не болды, қандай жағдай болған білесіздер ме балалар? Биыл біз Ескендір Хасанғалиев жанайып қалдық. Ол кісі осы дүниеден өтіп кетті. Ал бізге естелік ол кісінің әрқашан бізден болатын сол Атамекен әні. Қазір мен сіздерге балалар Атамекен әнінің караокеін дайындап алып келдім. Сіздер мұқият тыңдап, бірге айтуға тырысыңдар, жақсы ма? Онда балалар сабағымызды жалғастырайық. Келесі бірінші тапсырма не істеу керек? Мәтінді оқып, мәтіндегі ерекшеленген сөздерге назар аудар. Тапсырмада берген сұрақтар үлгісін қолданып отырып, бұны орындаймыз. Қандай сөз түсіп қалған екен? Халықтың мұрасы. Бірінші, Вика. Ән халықтың мұрасы. Дұрыс. Екінші, менің анам жақсы айтады. Менің анам Мадиялимов. Менің анам кім көмектеседі? Жоқ, қазақша әндерді жақсы айтады. Дұрыс. Келесі. Әннің Леша. Әннің сөзін ақын қадыр
Сәдібек Мырза әлі жалған. Жазған, дұрыс. Келесі. Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке екі айта ғой? Үлкен. Үлкен? Үлкен? Атамекен ақын айтқан Ескендір Хасанғалиев үлкен көрсетеді. Қошемет. Сөз жауап. Үлкен қошемет көрсетеді. Өте жақсы. Өте жақсы балалар. Ал енді сіздер шаршаған шығарсыздар, иә? Шаршасаңыздар, барлығымыз орнымыздан тұрайық та біздің сергіту сәтімізді жасап жіберейік. Ал басайық. 1, 2, 3, Атамекен 3, 4, 5, 6, 7, мынау 7, 8, 9, 10, Атамекен 10. Асықпа, саспа, бірге қайта баспа. Өте жақсы. Демалып алсаңыздар, сабақты жалғастырайық. Ал енді сіздер мында қараңыздар, шын немесе жалған деген біз сіздермен тапсырманы орындайық. Тапсырманы дәптерге орындаймыз. Жазамыз, жаза қойыңыздар. Сіздер бірінші, екінші, үшінші, төртінші сөйлемдерді шын не жалған екенін жаза қойыңыздар. Мәди жаза қой. Жаза қой. Руслан жаза қой. Жаз. Қазір айтасың, жаза қой. Бірінші. Леша? Аң халықтың мұрысы шын. Аң халықтың мұрысы шын. Келсесіздер ма? Иә. Келесі. Екінші Бика? Атамекен аның сөзін жазылған Ескендір Хасанғалиев жалған. Неге? Жалған. Неге жалған? Сөзін жазған Ескендір Хасанғалиев жалған, дұрыс емес, иә. Неліктен? Кім жазды сөзін? Кім жазды, көмектесеміз? Индира? Аның сөзін жазған ақын Қадыр Мырза. Дұрыс, Қадыр Мырза әлі дәлел келтіру керек. Жақсы. Келесі Мади? Ханбиева? Швеция елінде Атамекен оны орындайды. Орындалды. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Келесі соңғы Руслан. Олды ғой? Кезде Атамекен оның Қазақстан халқы сүйіп тыңдайды. Шын ба? Иә. Ал енді бір-бірлеріңіз бағалаймыз. Жауаптан қалай деп ойлайсыздар? Бағалаймыз. Басқармаға салқы. Жақсы. Өте жақсы. Келесі. Еске түсір қайдары. Өткен сабақта балалар біз сіздермен болымды және болымсыз етістік дегенімізді өткенбіз. Бүгін біз сіздермен оны қайталайық. Болымды етістік дегеніміз не? Кәне? Іс-әрекеттің Қимылдың жүзеге асуын көрсететін етістіктер болымды етістіктер деп аталады. Жақсы, болымды етістіктер деп аталады. Ал келесі? Іс-әрекеттің Жүзеге аспауын болмауын көрсететін етістіктер болымсыз етістік деп аталады. Мысалы, болымды етістік дегенде кәнелінен көреді, көрмейді, дұрыс. Келесі? Кәне? Индира? ұнайды, ұнамайды. Ұнайды, дұрыс. Ұнамайды және тағы? Мади? Айтады. Айтпайды, дұрыс. Дұрыс па? Айтады, айтпайды. Жақсы, балалар. Онда біз сіздермен 4-ші тапсырманы оқулықтан қарай қойыңыздар.
Төртінші тапсырмадан не істеу керек? Мәтіндегі қою қара әріппен жазылған етістіктерге болымсыз жұрнағын жалға. Мәтін мазмұнына қарай өзгерістер енгенін түсіндіріп айт. Бірінші сөз қандай? Іңкәр. Маған қазақ әндері ұнайды. Ұнайды. Ал енді болымсыз етістік қылауы қандай сөз бұнда? Қою қара әріппен жазылған. Ұнайды. Ұнамайды болады, иә? Сонда сөйлем қалай өзгерді? Маған қазақ әндері ұнамайды. Өзгерсеңіз, маған қазақ әндері ұнамайды болды, жақсы. Келесі. Вика. Менде анамен қосылып ан айтамын. Менде анамен қосылып ан айтпаймын. Айтпаймын, дұрыс па? Иә. Келесі, Мади. Мен атамекен әнін жақсы көремін. Енді қалай болады? Мен атамекен әнін жақсы көрмеймін, дұрыс. Келесі, Индира. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстан сағынбайды деп қойыпты, жақсы. Келесі, атамекен әнін халық жақсы көреді. Еуша қалай болады? Атамекен әнін халық жақсы көрмейді, дұрыс, өте жақсы көрмейді. Келесі, Мади, соңғы сөйлем. Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық қорынан тұрып бірге айтады. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық қорынан тұрып бірге айтпайды, дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Тағы да бір сөйлем қалып қойыпты. Вика. Стоган қаласының адамдар атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиев үлкен күшіне көрсетеді. Стоган қаласының адамдар атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиев үлкен күшіне көрсетпейді деп сөйлем өзгерді. Түсінікті ма? Түсінікті болса, балалар, сіздердің сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз болмаса, сіздердің алдарыңызда мынандай берілген стикерлер жатыр. Сол стикерларға бүгінгі сабақ бойынша не түсіндіңдер? Не қандай кезде сіздерге көмек керек болды? Сабақ қызықты болмады ма? Сіздер алдарыңызда стикерларға жазып, мына жерге әкеліп рефлексия өткізіп жіберейік, бағалайық бір-бірімізді. Қане, жаза қойыңыздар. Қазір. Қазақ әндері ұнайды. Сабақ түсінікті ма саған, Вика? Сабақ бойынша сұрағың бар ма? Жоқ, жақсы. Келе ғой, Руслан. Өте жақсы өтті, жақсы. Іңкәр. Маған бәрі ұнады. Саған бәрі ұнады ма? Жақсы. Мади. Керемет. Индира. Маған сабақ ұнайды. Сабақ ұнады. Мади. Сабақ өте қызық болды дейді. Жақсы. Леша. Өте жақсы. Тимур. Келе ғой. Өте жақсы. Стикерін қайда? Алып келе ғой. Өте жақсы. Келесі. Матима жазатын. Бара ғой жаза ғой. Мади. Аймық. Тамаша. Келе ғой дейді. Эльмира. Өте жақсы. Келе. Вероника. Өте жақсы. Андрей. Маған сабақ ұнады. Өте жақсы сабақ саған ұнады. Барлықтарыңыз жеріңіздер ма? Сіздерге сабақ ұнады ма? Сабақ бойынша сіздердің қандай сұрақтарыңыз бар? Жоқ. Сабақ сіздерге барлықтары түсінікті болды ма? Ал енді бір қайталап жіберейік. Ескендір Хасанғалиевтің тұра ғой орнынан қазақ халқының әнші кісі. Келесі ән дегеніміз не? Мади.
Ән халықтың мұрасы. Халықтың мұрасы, сосын ән дегеніміз өнер жақсы. Біз бүгін қандай әнмен таныстық? Қандай әнмен таныстық? Атамекен әнімен Таныстыңдар, иә, дұрыс. Атамекен әні қай жылы шықты? Алғашқы рет қай жылы шықты? Айта қойын, Индира. 1970 жылы шықты. Ал Атамекен әні қай қалада орындады? Алғашқы рет. Тағы да Индирадан басқа қай қалада? Вика? Швецияда? Қай қаласында? Швеция, Стокгольм қаласында. Жақсы. Қазақстан халқы Атамекен әнін орындағанда не істейміз дейді? Орнынан тұрып, бірге айтады. Өте жақсы. Сендер Атамекен әнін білесіңдер ме? Иә. Иә, білеміз. Бүгін тыңдадыңдар ма? Иә. Сабақ қалай қызықты болды ма? Иә. Онда балалар күнделіктерімізді ашамыз. Үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Жазалымыздар. Үйге. 6-шы тапсырма. Алтыншы тапсырма. 88-ші бет. Не істеу керек екенімізді мұқият тыңдап алыңыздар. 6-шы тапсырмада сіздер қате жазылған сөйлемді тап, себебін түсіндір, қою қаражатпен берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құра деп берілген. Яғни сіздер бұл сөйлемді не істейсіздер? Дәптерлеріңізге қатесін тауып, дұрыстап, көшіріп жазып аласыздар. Сосын қара әріппен берілген сөздерді олармен жаңа сөйлем құраймыз. Мысалы, менің анасы қазақша әндерді жақсы айтады. Менің анасы. Қалай болады? Дұрыс жауабы. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады деген болу керек. Және де мұнда қалған тапсырмаларды, қалған сөйлемдерді осылай орындайсыздар, қателерді дұрыстайсыздар, және дәптерге көшіріп жазып келесіздер. Жақсы ма? Жақсы. Ал бүгінгі сабақты бүгін осындай бағалар аламыз. Бүгінгі сабақты өте тамаша жауап берген. Іңкәр саған 10 ұпай, Индира саған 10 ұпай, Руслан саған бүгін 10 ұпай, тамаша жауап берген. Мади саған 10 ұпай бүгін, Тұрарбек, Алимов Мади бүгін саған 7 ұпай қоямыз. Саған кейбір сұрақтарға жауап берген қателік жасадым. Леша бүгін саған 8 ұпай қоямыз, тамаша жауап. Вика саған бүгінгі сабақта 9 ұпай қоямын. Тимур бүгінгі сабаққа қатысқаны үндемей отырсын Тимур, бірақ келесі сабақта жақсы ма? Түсінікті ме? Және де бүгінгі сабақта тағылардың қатысты Кампиева Мади саған бүгінгі сабақта 7 болып қоямын. Сіздер бағаларыңызбен келісесіздер ме? Иә. Сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сабақ бүгінгі түсінікті ме? Иә. Үй тапсырмасы қандай тапсырма? 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырма. 88-ші. Сабақ үшін сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, мұғалім.